Сәлем достар, бүгінгі біздің сабағымыз ниша таңдау туралы болмақ. Егер сіз қандай да бір әлеуметтік желіде блогер ретінде дамығыңыз келсе, сізде міндетті түрде нишаңыз болу керек. Бүгінгі сабақта мен сіздерге нишаны таңдаудың жолын бағыт-бағдарын беріп қана қоймай, және оны қалай анықтауға болатын тәсілдерін көрсететін боламын. Және видеоның соңында қазіргі трендтағы нишалардың тізімін қалдырамын. Сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ондайша біз бастаймыз. Ниша дегеніміз не? Ниша дегеніміз сіз өз каналыңызда қандай тақырыпта видеолар саласыз, қандай тақырыпта видеолар түсіресіз, бұл сіздің нишаңыз болып табылады. Мысалы, менің нишам тігін. Мен тігінге байланысты әртүрлі видеолар салам, лайфхактар салам. Неге? Өйткені ол менің өзімнің қолымнан жақсы келетін, мен өзімнің жақсы көретін таңдаған тақырыбым мысалы. Әр адамның қызығушылығы, талғамы әртүрлі болады. Соған байланысты сіз өзіңіздің таңдаған нишаңыз бойынша видео түсірсеңіз болады. Жалпы контенттің екі түрі болады. Бірінші ақпараттық контент, екінші көңіл көтеретін контент. Ақпараттық контент деп отырғанымыз өзі атынан тұрғандай, ол яғни ақпарат беру. Сіз бір адамға ақпарат бересіз, оны үйретесіз. Мысалы, тіл үйрету, домбыра үйрету, бұның барлығы ақпараттық контентке жатады. Бір адаммен сіз пайдалы ақпаратпен бөлісесіз. Ал көңіл көтеру контент деп отырғанымыз, ол сіз әртүрлі қызықты видеолар, әртүрлі пранктар, яғни адамның көңілін көтеретін тақырып болу керек. Осы екі контент арқылы сіз өзіңіздің нишаңызды тауып алуға болады. Егер де сіз әлі күнге дейін өз нишаңызды таңдай алмай жүрген болсаңыз, сіз бірінші өзіңізді зерттеңіз. Сіз әлеуметтік желілерде мысалы қандай тақырыпта видеолар көресіз, қандай тақырыпта сіз ізденесіз, мысалы TikTok-тан болсын, Instagram, YouTube-тан болсын, қай тақырып сізді қызықтырады, ақпараттық па, жоқ көңіл көтеретін ба, сіз осыны анықтап алыңыз. Сол анықтау арқылы сіз өзіңіздің нишаңызды тауып аласыз. Достар, мен сіздерге уәде еткендей, қазіргі трендтағы нишалардың тізімін сіздерге қалдырамын. Міндетті түрде сіз өзіңізге қажетті нишаны тауып алатыныңызға мен сенімдімін. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.